математика және логика курсын оқытудың қолданбалы аспектілері, авторлық идеядан білім беру нәтижесіне дейін тақырыбындағы жұмысымды ұсынамын. Аталған бағдарлама 3-ші сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, математикалық білімді логикалық ойлаумен ұштастыруға бағытталған. Бағдарламаның авторы мен Алданыш Жайнагүл, бастауыш сынып мұғалімімін. Бағдарламамның мақсаты, өзектілігі, міндеттеріне тоқталатын болсам, мақсаты бастауыш сынып оқушыларының математикалық және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру және функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Қазіргі білім беру жүйесінде математикалық сауаттылық пен логикалық ойлау білім сапасының басты көрсеткіші. Осы қажеттілікті ескере отырып, бағдарлама логикалық тапсырмалар арқылы оқушының ойлау әрекетін дамытуға бағытталған. Міндеттер жүйесі есепті түсініп шығару, дәлелдеу, өмірлік жағдаяттарды талдау және ұжымдық жұмыс дағдыларын дамытуға негізделген. Бағдарламаның басты жаңашылдығы математика мен логиканы біртұтас ойлау жүйесі ретінде қарастыруында. Сабақтарда ойын, ребус, комбинаторлық тапсырмалар қолданылады. Бір есепке бірнеше шешім ұсыну арқылы оқушылардың ойлау икемділігі дамиды. Сонымен қатар зерттеу жұмысы және құрастыру элементтері енгізіліп, ұлттық құндылықтар логикалық тапсырмалармен ұштастырылады. Тақырыптық күнтізбелік жоспарға келетін болсақ, 3-ші сыныпқа арналған аптасына 1 сағаттан жалпы 34 сағатқа жоспарланған. Тақырыптар қарапайымнан күрделіге қарай құрылған және сандар, амалдар, геометрия, логикалық тапсырмалар жүйелі түрде қамтылған. Бұл құрылым оқушылардың білімін біртіндеп тереңдетуге мүмкіндік береді. Сабақ жоспарының үлгілеріне тоқталатын болсақ, бұл бағдарламаға сәйкес әзірленген қысқа мерзімді сабақ жоспарының үлгілері ұсынылған. Сабақтарда ойын, визуал, логикалық тапсырмалар және саралап оқыту әдістері қолданылған. Әр сабақта оқушы тек орындаушы емес, өз ойын дәлелдей алатын белсенді тұлға ретінде қалыптасады. Кейс стади. Бұл бөлімде бағдарламаның іске асу логикасы көрсетілген. Қазіргі бастауыш сыныпта математика көбіне дайын алгоритмге сенсе, бұл бағдарламада ойлану, дәлелдеу, бірнеше шешім табу басты назарда. Инновациялық тәсілдер, интерактивті ойындар және өмірлік жағдаятқа негізделген есептер функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған. Енді күтілетін нәтижелерге тоқталатын болсақ, бағдарлама нәтижесінде оқушылар математикалық ұғымдарды саналы түрде түсініп, оларды логикалық байланыста қолдана алады. Есептерді бірнеше тәсілмен шешу, өз ойын дәлелдеу, логикалық және шығармашылық тапсырмаларды орындау дағдылары қалыптасады. Нәтижесінде функционалдық сауатты, ойлай білетін тұлға қалыптасады. Тұрақтылау, мазмұндық бөлім мониторингіне келетін болсақ, бұл кезеңде оқушылардың алған білімдері логикалық тапсырмалар, геометриялық жұмыстар, салыстыру, дәлелдеу тапсырмалары арқылы бекітіледі. Мониторинг нәтижелері бағдарламамның тиімділігін көрсетті. Бастапқы кезеңде көрсеткіш 64%, аралықта 78%, ал қорытындысында 91% болды. Бұл оқушылардың логикалық ойлау деңгейлерінің айтарлықтай артқанын дәлелдейді. Менің екінші жұмысым шынайы өмірмен мысалдары бар тапсырмалар жинағы. Бұл бағдарламада шынайы өмірмен байланысты тапсырмалар кеңінен қолданылады. Тапсырмалар жинағы оқушылардың күнделікті өмірде математикалық білімді қолдануына, есепті өмірлік жағдаятпен байланыстыруына мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, 3-ші сыныптарда математика және логика курсын оқытудың қолданбалы аспектілері авторлық идеядан білім беру нәтижесіне дейін тақырыбындағы жұмысымда бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамытуға, пәнге деген қызығушылығын арттыруға және функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған тиімді құрал болып табылды. Назарларыңызға рахмет.